Әңгімеге лайк басып, комментарий бөлімінде пікіріңді қалдырып, подписация батырмасын басуды ұмытпа. Тыныш қимылдамай жатып терлесең қайтады. Совхоз басшыларының да хабары бар еді. 2-3 күн жатқасын орталыққа келіп Гүлжамалға жолықтым. Реңіңіз пәс қой аға, деді ол мені көріп қуанып кетіп. Қалай, уколыңды алып жатырсың ба? Иә, дәрісін де ішіп, тамызып та жатырмын. Әсері қалай? Кейінгі кездері анда-санда тырсылдап сыздаушы еді, онысын мүлдем қойған сияқты. Ем болсын айналайын, еш уайым жеме. Мен бүгін дәрігерге жолығып айтып қоямын. Уколыңды жексенбі күні де үзбей салдыр, мақұл ма? Мақұл аға, мақұл, сізге үлкен рахмет, деді ол қуана күлімдеп. Күлген кезде реңі алаулап, әдеміленіп кетеді. Орталықтағы емхананың бас дәрігеріне жолығып сөйлестім. Уколын үзіп қоймауын, тіпті қажет болып жатса, емханаға жатқызып қоюын өтіндім. Қатты қадағалаңыз көке, ауылына кетіп қалмасын. Кеткендей болса, скорыйыңызды жіберіп алдырыңыз. Мына бір ортадан семіз бір қой шығартып қойған едім, соны балаларыңызға сойып беріңіз, деп дайын накладной қағазын ұсындым. Ол қағазды алып төс қалтасына салып күлді. Әй, Данияр, сені бойдақ деп еді, ғашық болып қалғаннан саумысың? Кейінгі кездері көбірек сөйлесіп жүр деп естім сол қызбен. Не қылған ғашықтық көке? Қыздаяймын, өзі жетімше екен. Мен махаббат жөнінде есеңгіреп жүрген жігітпін, деп ол кісіге Гүлбар жөнінде айтып бердім. Иә, өкінішті екен, деді ол кісі тыңдап болып. Жай әшейін қалжыңдап отырмын. Сен құсаған сымбатты жігіт бір көзі жарымжан қызды не қылады? Еш уайымдама, айтқандарыңды орындауға тырысамын, деп дәрігер кабинетінен шығарып салды. Шығарып салып тұрып, Данияр, есіңде болсын, махаббаттың емі басқа біреуге ғашық болу деген сөз бар, осыны есіңде сақта, деп күлді. Бәрібір менен күдіктенеді екен-ау, дедім ойланып. Шынында да менің осы әрекетім басқа біреуге ғашық болу сияқтау. Соны 2-3 күн көрмесем, бір түрлі көңілім алаңдаулы болады да тұрады. Бірақ оған менің ешқандай бөгде ойым жоқ, тек адамгершілікпен жәрдем еткім келеді. Енді бұл не толқу, адам баласының табиғаты қызық қой, деген ойлармен орталық кеңсенің табалдырығын аттадым. Бас мал дәрігер қарсы ұшыраса кетті. Данияр, жақсы келдің, екеумізді рабочком күтіп отыр, жүр, деп әй-шайға қарамай бастай жөнелді. Не болды екен деп ойланып, үлгермей рабочкомның алдынан бір-ақ шықтық. Сенің басың ауырып жүрген жоқ па еді осы? Деді рабочком сәлемдесіп отырғаннан кейін. Иә, ендеше бауырым, мына бір курортқа барасың, путевкасының келгеніне бір аптадан асып кетті, күйіп кететін болды. Біздің жоспарымыз да қысып бара жатыр. Сен еш уайымдама, мына бастығыңмен, директормен кеше келісіп қойғанбыз. Дәрілеу жұмыстарының бәрін бітірген, еңбек демалысының кезегі келіп тұр, мал сорттау бітті, осы баланы жіберсек болады деп сені ұсынды. Өзі бас ауруларын емдейтін санаторий екен, аты Россия деп аталады. Қай жерде екен? Дедім мен не айтарымды білмей сасқалақтап. Одесса қаласында, Қара теңіз жағалауында, Украина, деп рабочком сұқ саусағын жоғары көтерді де артынша бас бармағын көрсетті. Мен үндемей қалдым. Бір тәуір жерге барып емделсем деп те жүргенмін. Міне сәті келіп сұрансаң жібермейтін басшылар өздері итермелеп отыр. Бірақ Гүлжамал не болады? Мен кетсем жетімсіреп қалмай ма байғұс? Несі бар? Мен бар жоғы 24 күнге барамын. Оның уколының әлі 35 күн мерзімі бар, үлгеретін шығармын деп ойланып қалдым. Ойланатын түгі жоқ, қазір арызыңды жаз да директорға қол қойдыр. Мен қарсы емеспін деп жазып беремін. Кассада ақша бар, жалақыңды, отпуск ақшаңды, содан соң 10 шақты жігіт адамгершілік деп кеше ведомство түзіп жатқан, одан шамада 1000 сомдай шығады. Бәрін алсаң 1,5 мың сом болып қалады, беймарал барып келесің, деп бас мал дәрігер әңгіме бітті дегендей орнынан тұрды. Кеңседегі шаруаны тез бітіріп, тиісті құжат қағаздарды ақшаны алып тысқа шықтым. Гүлжамал дүкен жаққа келе жатыр екен. Тез барып жолығып мән жайды түсіндіріп,
20 күн шамасында қайтатынымды, дәрігерге жолығып өзіне қарайлай жүруді дайындағанымды айтып, әйтеуір барынша сақ болуын өтініп қоштастым. Ол да менің емделіп келемін деген сөзімді жөн көріп, ренжімей көңілді шығарып салды. Қимай тұрғанын сездім, дегенмен сыр бермеді. Сонымен арада бір күн өтіп, екінші күні таңғы сағат 11-де Ташкенттен Одессаға Ил-18 самолетімен ұшып шықтым. Кешкі сағат 8-дерде келіп қондық. Бір сағатта санаторийге жетіп орналастым. 3 жігіт бірге жатырмыз. Қасымдағы екеуі Донецк қаласынан шахтерлер екен. Жылда осында демалып қайтатынға ұқсайды. Одесса тамаша, өте көркем салынған қала. Оны тек барып көру керек. Жаңағы екі жігіт маған қай жерлерді аралау керектігін айтып, күнделікті бағдар беріп отырады. Өздері бөлмеден көп шыға бермейді. Ермектері бөтелкесі 90 тиын тұратын Түркияның виносын ішеді. Күнде 2 сағат теңізге кішірек кемемен саяхат жасаймыз. Бұл маған жазып берген емнің біреуі. Ванна, түрлі дәрі-дәрмектерді таңертең сағат 9-ға дейін қабылдап боламыз да, кешке дейін қала аралап қыдырамыз. Порттарға барамыз, опера театрын тамашаладық. Дүние жүзі бойынша екінші орын алады екен. Катакомбаларды, оның ішіндегі соғыс кезіндегі немістерге берілмеген партизандар бекіністерін, партизандар музейін аралап көрдік. Басымның ауырғаны мүлде қойып, жақсы болып қалдым. 3-ші қабатта тұрамыз. Барғанымызға бір аптадан асып қалған болатын. Асханадан шығып 3-ші қабатқа көтеріле бергеніміз сол еді, алдымызда жасы 60-қа таяп қалған кісі кетіп бара жатты да, баспалдаққа аяғын қоя алмай шалқалай құлады. 2 шахтер мен үшеуміз әлгіні сүйемелдеп тұрғызсақ, ес-түссі жоқ, ауыр тыныс алып жатыр. Шахтердің біреуі жүгіріп барып, жоғарғы қабаттағы дәрігерлерді шақырып келді. Дәрігер тамырын ұстап, қан қысымын өлшеді де, қасындағы медсестраға дереу 2 қолынан 20 грамнан қан алуды бұйырды. Жүгіріп барып шприцтерді әкелген медсестра қан тамырға еш түсе алмай-ақ қойды. Байқаймын, шприц инесінің ұшы қия жалпақ етіп үшкірленген. Инені жалпақ бетін көлденең салса, тамырдың тайып кете береді. Егер қырынан жылдам салса да, дәл қан тамырға түседі. Өйткені қырынан салған иненің жалпақ ұшы пышақ сияқты тіке қырмен түскен соң тамырды ары-бері жылжытпай кесіп өтіп, тамырға дөп түседі. Бұл менің малдан қан алудан арттырған тәжірибем еді. Медсестра келіншек терлеп кетті. Дәрігер ашуланып айқайлап жатыр. Медсестра одан бетер сасып, мүлде есі шықты. Бері әкеліңіз деп медсестраның қолындағы шприцті алып, жгутты мықтап, ұстаңыз дедім де, білектің ішкі бетін алақанмен ысқылап жіберген едім. Қан тамыры әдемі білінді.